Армысыз қазақ елі, баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Осы 3 күн болды күтіп жатырмын, қандай сұрақтар қояды екен, қандай жауап береді. Біреусі айтады екен, ертегі депті, біреусі Шыңғысхан қазақ болғанда не береді депті. Оның алдында біраз кісілер Кенесары ханның басы кеше не болады, одан да ғылым ашпаймыз ба, ғылым дамымаймыз ба, біз кешегі ертеңгі өмірмен сүруіміз керек, кешегі қалып қалған шаманизммен емес деп, Шыңғысхан моңғол болған деп. Енді Шыңғысхан қазақ болғанда не береді? Кенесары қазақ болғанда не береді? Және Шыңғысхан моңғол ма? Осыған келіп тоқтап көрейік та, мен осыларға сіздің осы сұрақтарыңызға жауап берейін. Ең бірінші, Шыңғысхан моңғол емес. Оған дәлел 30 жыл мына Совет үкіметі құлағалы бері Шыңғысханды моңғол жасай алмай тұр. Өйткені моңғол деген елдер қалқалар. Моңғолдар 1938 жылы Тұрар Рысқұлов барып жасап, Монголия деп ат қойып, Россияның приказымен. Оған ұлы батыр деп ат қойған Тұрар Рысқұлов. Шыңғысхан 1938 жылы туды ма? Жоқ, Алтын Орда бәрі сол кезде болды ма? Бұл сұрақ. Екінші, Шыңғысхан осы союз құлағалы бері 30 жылдың ішінде Монголия Шыңғысханның бір атын өзінен шығарамай жатыр. Бір тарихын келтіре алмай жатыр. Өйткені Шыңғысханның 151 мың басы бар. Соның 150-і қазақ рулары бәрі жазылған, ал біреусі ғана тувалық. Монғолияның жаны жағына тувалық. Ол да қазақтың бір атасы деп қойшы. Бұл. Енді Шыңғысхан қазақ болғанда не береді дейсің? Одан да алдыға жүрмейік. Енді қараңыз, Шыңғысханның бір ұрпағы Жошы Алтын Орданың иесі қазақ деп ек, Жошы хан біз Алтын Орданың тікелей иесіміз деп ек, Россия мына аяғымыздағы Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан, Өзбекстан бәрі тарихшылар шулап жатыр. Не үшін? Не болып қалды? Қазір Мұхари Гауан Жалайыри Қытайды биледі. Шыңғысханның бас батыры, оң қолы, және өзі копия мөрін, копиясын жасатып қолына берген. Олар аспан асты мемлекеті мойындады. Енді Алтын Орда мойындаса, екеуі мойындалады. Шағатайдың қай жерде билегендерін білесіздер. Иә? Қырғызстан, Өзбекстан, Пакистан, Ауғанның етегіне дейін Шағатай біледі, Жетісудың жерімен қосып. Демек, Россия империясы аяққа қалып қалды. Бүткіл алып империяларға аяқ етіп қалды. Енді айтады да, тупизм ол ескіден ескі алған деп. Одан да біз дамымаймыз ба деп. Дамыған халқым қараңғы болып шоқынып кеттіңдер ғой. Қазақтың салт дәстүрін бәрін сақал өсіріп біраз қуып кеттіңіздер. Бір, екіншіден баклажкадан тамақ ішіп кеттіңіздер ғой, баклажкадан. Разовый пакет ұстап кеттіңіздер. Оның ар жағында химиялық тамақ ішіп кеттіңдер. Таза тамақ жоқ. Өздерің ауру жасап алдыңдар. Ал енді сөйтіп Менделеев бізге бүткіл таблицаны, химиялық элементті қойып берді деп кеттіңдер. Бәрі ғарышқа ашып жатыр, бәрі компьютер ашып жатыр, телефон ашып жатыр деп жатсыңдар, иә? Енді мен осының обратный жағын көрсетейін. Қазақтар баяғыда дамып қойған. Менделеевтің тақырыбы, жасаған химиялық элементтері Менделеев ашқан жоқ. Анау физиканың атасын қалаған Әбу-Насыр әл-Фараби қаяқ кетіп қалды. Алтыннан киім киген қазақ алтынды қорыту химиясын білмесе, оны қалай қорытты? Темірді қалай қорытты? Метті қалай қорытты? Алюминді қалай шығарды? Қорғасынды қалай шығарды? Кім тапты бірінші ойлап?
жердің бетінде ең бірінші химиялық элементтердің бәрін түгел қолданған қазақтар. Жердің бетінде ұлы жазу бар 5-еу. Соның бәрі қазақтар. Соның бірі Шағатай жазуы, соның бірі Орхон Енисей жазуы, соның бірі Төте жазуы, соның бірі тастағы таңбалы тастар. Осының бәрі қазақтың жазуы. Египеттегі пирамиданың ішінде тұрған жазулардың бәрі қазақтың жазулары, қазақтың таңбалары. Жердің бетіндегі пирамида өзінің ойысынан 15 мм-ге ғана кеткен екен. Біз қазір благоустроение бүткіл аппаратпен қойып отқан кезде 25-30 сантиметрге кетіп қалды өз ойысынан. Және ғарышты да түгел темірқазық, үрке деп ат қойып, ғылымды дамытып, жерде отырған кезде біз ғұлама болғанбыз. Бізді құлатып, Менделеевтер қайтадан біздің арғы жақтағы жазуларымызды жазып, енді біздің мына жазуымызды өшіріп, латынға апарып, мына жазудың ішінен бізді шатастырып, бізді вообще тупойға қыламыз деп, өліп жатқанда да тупой болмай жатқан қазақпыз. Ал айтыңдаршы, қай жаңағы маған сұрақ қойғандар, біз дамымаймыз ба деп. Баклашкадан ішіп отырсыңдар ғой біздің аталарымыз, керамикадан. Санузел жүргізіп, қазір қолдар жете алмайтын, елдің жете алмайтын. Керамикадан санузел жүргізіп қала соққан кезінде қайда қалды басқалар? Мынау Шотландия, Швейцария, Англияда бар сақталып қалған үйлер баяғыдан. Балкондар олардың туалет болған. Сенбесеңдер оқыңыздар. Сөйтіп үйді айналдырып қойып, арық қазып қойған, сасып атқан духиді сасық адам ғана себеді үстіне. Өйткені оның үстінен сасық иіс шыққаннан кейін себеді. Өзің әдемі иіс шығып тұрсаң, атаңның басына духи себесің ба? Сасықтар ғана себеді духиді, иісі кетірмейтін. Өйткені өзінің сасықтығын көрсетпейді. Міне сендердің дамығандарын. Барып китайский лапша жеп, варенье мен ет жеп, таза тамақ жей алмай, бәрін лабораториялық химиямен ішіп отқан. Біз натуральный тамақ жеп, әлеммен, ана әлеммен, мына әлемнің ортасында қарым-қатынас жасаған біздің бекеттердей, Мәшһүрдей, кешегі Бекасылдай әулиелер өткен, кешегі дамыған деп отырсыздар ғой, Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінің әлі кірпіштердің орнына келтіріп, қайтадан орнына қоя алмайсыңдар. Дамығандарың осы ма? Ең дамыған адам қазіргі заманда тупой, өзінің отанын сатып, өзінің ұрпағын сатып, өзінің барын сатып, нарын сатып, өзге елдің барып мусорын жеген адамдар. Міне сендердің дамығандарың. Кезінде Шыңғысханның алдына өзге ұлттардың бәрі келді, патшалардың бәрі келді. Сонда Шыңғысхан солармен, солардың тілінде сөйлесті ма? Жоқ әлде әрқайсысы өз переводчиктерін алып келіп, Шыңғысханмен перевод жасап тұрды ма? Ол кезде Шыңғысханның заманында Шыңғысханның алдына келу үшін переводчиктермен келді өздерінің. Және білетіндері тырысып қазақ тілінде келді. Және жазып әкелген арыздарын бәрін Шағатай жазуында әкеп қойды алдында Шыңғысханның. Міне бүткіл әлем сол кезде қазақ тілінде сөйледі. Ал енді Кенесары ханның басы тапқанда не болады дейсіңдер? Ұлы дәуір болады. Кешегі Омба Қазақстанның астанасы болған. Кешегі Шығыс Түркістан Қытайдағы Қазақстанның астанасы болған. Енді сенбесеңдер, кешелі бері Шыңғысхан деп отқанда, мен айтқан кезде бәрін шатастырған, сол картаны көрсетіп отқан жігіттің өзіне сұрақ қойыңдар. Балқаштың көне аты не? Балық, орда балық, хан балық дей ма? Осы үш балықтың ортасы ұлы хандық қағанаттың мемлекеттік орталығы болған. Ал сол қағанаттың қаханы кім болған? Ең соңғы Шыңғысхан. Оғанға дейін қахандардың біреуі бәрін айтылуға болады. Ал одан кейін бер жағында хандар ғана шықты. Қахан неғып шықпады? Тарихты жақсы білетін азаматтар. Көкбел әулиелер. Айтсаңдаршы, қахан қаяқтан шықты? Шыңғысханнан кейін бері неғып қахан шықпай, тек қана хандар шығып, бірін-бірін шапты. Соның арқасында құлады. Білгішсіңдер ғой. Міне біздің құлаған жеріміз. Егер Шыңғысхан қазақ болып шығатын болса, бүткіл әлемдегі тарих өзгереді. Кім ұлы адам екені белгіледі. Ал сендер
өздерінің ақсүйек екендерін ұмытып құлдың тамағын ішіп құлдырап өзіңнің бабаң қан төгіп қорғап берген атамекеннің жерін байлығын сатып өзге барып елге крокодилдің етін жегенге мәз боласыңдар. Өйткені сендерде құлдық сана ғана. Ұлы болам десең ұлықтану керексің. Алтын Орда деп патша тартты ма, патшаға қарай бәрің тартылу керексіңдер. Неге? Сен өзіңнің ақсүйектігіңді дәлелдеу керексіңдер. Таққа таласқан. Өмір бақи таласып өтеді. Қаған шығара алмайсыңдар. Хандыққа таласып жүрсіңдер. Әлі күнге дейін мен хан болам деп таласып жүрсіңдер. Хандыққа таласқан адам ақымақ. Қахан болам деу керек. Қахан Шыңғысханның жаулап алған жерін бәрін билеп тұру керек. Сондықтан қазақ айтқан түйе сұра барып бие береді деген. Арық сөйлеп адам семіз шығу керек. Сендер семіз сөйлеп арық болып ханға ғана дәрежелерін жетіп, мен хан болам деп, мен қахан болам. Бар болыңыздар.